Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен болған Бинора. Қыс мезгіліне барлық тағамдармен үйлесетін қыстық салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны толық қарап, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Барлық қажетті заттарды алдын ала жуып, тазалап дайындап аламыз. Бізге қажетті заттар: қызанақ, қияр, жуып тазаланып алынған балғар бұрышы, және де зелень, сарымсақ, тұз, шекер, сұйық май, және де уксус қажет болады, яғни сірке суы, сонымен қатар қара бұрыш. Және де 2 дана ащы бұрыш қажет болады. Менде видеоға түспей қалғандықтан сіздерге айтып жатырмын. Енді татты бұрышымызды, яғни балғар бұрышты жіңішке етіп 5-6 мм шамасында турап дайындап аламыз. Бұл салат өте тез дайын болатындықтан барлық қажетті заттарды алдын ала турап дайындап алыңыздар. Ендігі кезек қияр. Қиярды да 2 шетін алып тастап, дөңгелек етіп турап дайындап алыңыздар. Үлкен де, жіңішке де емес, орташа көлемде турап алғандарыңыз дұрыс. Жіңішке болса, қияр езіліп кетуі мүмкін, сондықтан да видеодағыдай етіп турап дайындап алыңыздар. Ендігі кезек сарымсақ. Сарымсақты да жіңішке етіп пышақпен турап алғандарыңыз дұрыс. Зеленді де дәл солай керек емес жерлерін алып тастаймыз, және де өз қалауларыңызбен жіңішке немесе үлкен етіп салсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Ендігі кезек қызанақ. Қызанақтың керек емес жерлерін алып тастаймыз, және де ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы етіп турап дайындап аламыз. Сіздерде блендер болса, блендерден өткізсеңіздер де болады. Дайын болған қызанақты ет тартқыштан өткізіп аламыз. Дәл осы аралықта ащы бұрышты, яғни 2 дана ащы бұрышты да қызанақпен бірге ет тартқыштан өткізіп алыңыздар. Дайын болған қызанақты үлкен ыдысқа салып, оның үстіне жаңағы турап алған балғар бұрышын салып, толықтай бір араластырып алыңыздар. Араластырып болған соң отқа қоямыз. Алғашында отты қаттырақ қойғандарыңыз дұрыс. Қайнаған соң астын төмендетіп, төмен отта 15 минут қайнатамыз. Дәл осы аралықта тұзды, яғни шекерін салып, тағы да бір рет араластырып алыңыздар. Енді жаңағы турап дайындап алған қиярды үстінен саламыз. Және де 10-15 дана қара бұрышты дәл осы кезде салып жіберсеңіздер болады. Қиярды да толықтай араластырып аламыз. Қияр қызанақтың бетінде қалып кетпесін, араластырып, кішкене басын қырап, астыңғы жағына жібергеніміз дұрыс. Міне көріп тұрғандарыңыздай басып, астыңғы жағына қиярды жібердік. Енді оның үстіне сұйық майды құйып, тағы да бір рет араластырып алыңыздар. Енді оттың астын жоғарылатып, тағы да 10 минут шамасында қайнатамыз. Міне біздің қиярымыздың түсі өзгеріп шықты. Енді сарымсақ пен зеленді де салып аламыз. Сарымсақ пен зеленді салғаннан кейін ұзақ уақыт қайнатудың қажеті жоқ. Бір араластырып 4-5 минут қайнатамыз. Және де төмен отта. Оның үстінен сірке суды да құйып аламыз. Бір ас қасықты толтырып құйсаңыздар жеткілікті. Сірке суын құйғаннан кейін толықтай тағы да бір рет араластырып алыңыздар. Оттың астын өшіріп, енді дайын болған салаттарды жабуға кірісеміз.
банкіні міндетті түрде булаңыздар және де қақпағын бір рет қайнатып алғандарыңыз дұрыс. Құю барысында сұйығы мен қоюын араластыра отырып құйып, өздеріңіздің банкі жапқыштарыңызбен қақпағын міндетті түрде қаттырақ бекітіп жауып дайындап алыңыздар. Міне біздің салаттарымызды толықтай құйып дайындап алдық. Сыртын сүртіп, міне көріп тұрғандарыңыздай, енді бетін жауып бір түнге қалдырамыз. Міне бір түн өтті. Бір түннен кейінгі біздің салаттарымыз дәл осылай болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар.